Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Келсені ярым деген түркменше әннің Нұртуған Қазиев тартатын қазақша версиясын үйретем. Тек қана барымен тартылатын қағыстар және де аккордтар. Бірінші аккорды 4-ші латта баре аламыз. А аккордын 4-ші латта ұстаймыз. 4-ші латта баре, сосын 6-ші латта 5 пен 4-ші струна. Сосын келесі аккорд А. 5-ші латта баре, 7-ші латта 5 пен 4-ші струна. Сосын дәл осы аккордты 2-ші латта ұстаймыз. 2-ші латта баре, 4-ші латта 5 пен 4-ші струна. Осы 3 аккорд қолданылады. Ал мен қазақша текстімен аккордтарын осы жерге шығарып кетем, қалай тартылу керектігін. Ал қағысы. Каждый бочкамен төмен кеткен сайын приглушка болады. Бочка. Сосын барлық саусақпен бірден астыға. Сосын сол кезде приглушка и қайттан бочка. Осылай 3 рет бочкамен төмен. Сосын 5-ші латта да солай. Тек бұл жерде бір рет бочкамен төмен, сосын арғы бочкасы төмен. Бірінші 4-ші лат, сосын 5-ші лат, сосын қайттан 4 пен 5, сосын 2-ші лат пен 4-ші латта ойналынады. Ал осындай қағысы бар. Выступлениясінде оны орындау үшін төмен, жоғары, төмен, сол кезде приглушка. Тез ритммен. Бред приглушка. Тек қана төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары қолданылады. Каждый 3 рет болған сайын приглушка болып отырады. Сосын арғы текст басталады. Ал енді қалай тексттердің қалай ауыстыратынын өзім орындап көрсетейін. Сен іздеген сері алдыңда бөлім, шын ғашық көзіңмен көлім деп қара. Таң атып күн батты тағы да жаңа, кел бері жақында бағыңа бала. Сен іздеген сері алдыңда бөлім, шын ғашық көзіңмен көлім деп қара. Осылай аяқталады. Әр аккорд ауыстырған сайын осылай эффектпен өзгертсе болады, Нұртуған Қазиевтікіндей. Ал енді разбор осылай, тек баре түрмен. Разбор ұнады деген ойдан. Егер де ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, келесі қандай әнге разборлар керек, соны комментарийге жазып өтіңіздер.